Қазақтың қара қазаны туралы білгеніңіз жөн. Қара қазан сар баланың қамы үшін қылыш сермедік деп Махамбет жырлайтын. Қазан шайқалса, арыз шамданат деп босқа айтпайды қайран қазақ. Қазіргі жастарға құлағына құю керек. Бұл ғасырлар бойы келе жатқан нақты ырымдар. Мысалы, қазан құйдырсаң саудаласпа, сұрағанын бер. Қазанды төңкерме. Тұқымы артынан тұяғы қалмағанда зиратқа қазанын төңкерген. Қайтыс болған адам түске кіріп мазаласа, қазанын апарып, су толтырып басына қойған. Егер қайтыс болған адамның тұқымы артынан өле берсе, қара қазанның басына бейітке төңкерген. Ондағысы ұрпағының өлімі тоқтайды деп ырымдаған. Қара қазан бос тұрмайды. Түбінде май қалып, бетін жауып қою керек. Қара қазан бос қалса, ырыс кетеді, қаңырайды. Біреуден қазан алсаң, бос берме, ішіне ырымдап сарқыт салып беру керек. Қара қазанды қыз ұзатқанда немесе күйеудегі қызға бермейді. Ертеде суға, көлге адам батса, қара қазанын алдыртқан, суға төңкеріп жіберген. Сонда қазан есі батқан жерге барып айналып тұрған екен, солай тапқан. Қазан мықты болса, елде мықты. Қазан шаңырақ сияқты бүтіндіктің белгісі болып саналады. Тарихтан өтетін 1917 жылғы қазан төңкерісі. Аты жаман. Ал қазанды төңкердік. Дінді ұмыттық, Құдайды жоқ дедік. Қазақтығымыздан 70 жылда айырылдық. 1921 жылы аштықтан 1 миллион өлді. Қашты. 1931-1933 жылдары 6,5 миллион қазақ өлді. 1931-1937, 1940-1951 жылдары репрессияда қаншасы өлді. Міне, қазанның төңкерілгені бізге ауыр тиді. Қазақтың баласы бөлек шыққанда, шаңырағын құрғанда, енші ретінде ырымдап қара қазанды апарып берген. 1399 жылы Әмір Темір Яссауи арыстан бапты салғанда 7 түрлі металдан қазан құйғызған. Тай қазанды құйдырғанда 7 иман дұға оқып отырған құйып біткенше. Тай қазанға 70 малдың етін салып, бір шаммен қайнатып, құрылыс салған адамдарды тамақтандырып отырған. Оны Алланың қазаны деп атады. Хадисте де бұлай делінген: кімде-кім Алла тағала үшін су құятын ыдыс жасаса, Алла тағала оған жұмақтан арнап хауыз дайындайды делінген. Осыны білген дана адамдар ғана құйдырып, баласына аманат еткен. Мен өлгеннен кейін мына қазанға су толтырып жолға қой, ел су ішсін деп, су ішкен адам дұға қылған, сауабы жасаған адамға тиіп отырған. Қазаннан айырылу, ол құт берекеден айырылу. Мысалы, тарихта Олжабай батыр бастаған жасақ Ботақанды тірідей көміп, қазанын алып кеткен. Абылай хан Көкшетаудан көшкенде Бекболат би қуып келетінін біліп, қара қазанын жұртқа тастаған. Оны көрген Бекболат түсініп, қазанға ет асып, тойып ашуы тарқап, Абылай тегін адам емес, Алланың адамы деп айтқан екен. Өлтірем деген райынан қайтыпты. Ислам тұсындағы тайқазандарда мүбәрак бат деп жазылған мағынасы құтты, берекелі болсын деген мағынада. Қазақтың Тәуке хан тұсындағы 7 жарғы заңының 7 ауыр айыбы заңнамасының бірінші айыбында қара қазан деп аталады. Оның жазасы айыпкердің шаңырағының ортасына түскендігінің белгісі, құлдыққа салады. Жалпы қазанның тарихына тоқталсақ, 25 ғасыр бұрын Геродотта сақ патшасы Арианттың қазаны туралы жазған екен. Ол қазақ сақ әскерлердің жебесінің ұштарынан құйылып жасалған екен, сақ тайпаларын достастыру бағытында. Қазан сөзінің шығуы қазу, қазған, қазан шұңқыр мағынасынан шығып отыр. Қазақ айтады: қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Піс қазаным 5 ай деген сөздің ар жағы түсінікті. Күн Алланың оты, ошақ адамның оты десе, ол ошақта тұратын қара қазан. Сөзімді ақтан берді жыраудың айтқанымен аяқтайын. Пышақтан малым кетпесін, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе. Әумин. Ораза қабыл болсын ағайын. Әшекей бұйымдардың тылсым құпия сырлары кітабынан үзінді. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.